Қазақстандықтар әуе таксимен қатынайтын күн алыс емес. Мен қазір Астана қаласындағы Қазанат ипподромындамын және мына жерде әуе таксиі сынақтан өткелі жатыр. Мұнда 5 жолаушы сыяды. Одним из практических примеров такой трансформации, наверное, является сегодня передовая воздушная мобильность. Очень признательна. Астана қаласында алғашқы аэро такси көкке көтерілді. Сағатына 200 шақырымды еңсере алады. TikTok'та да стримден ақпарат таратып жатырмын. Әзірге сынақтан өтіп жатыр ғой, сондықтан аэро таксиге жолаушылар мінген жоқ, қауіпсіздік үшін. Сынақ сәтті өтті деуге болады. Все успеют, не бегите. Ал кеттік, ал жақындан түсіреміз. Қазір аэро таксиді. Осы аэро такси. Поздравляю с этим историческим событием. Поздравляю с этим историческим событием, ребят. Это что за футуристический движ, ребят? Это что? Вот, я прикоснулся к будущему. Вот прямо сейчас я его трогаю, представляете? Первое такси. Бұл енді сынақтан сәтті өткенімен, бұл ертең ақ іске қосылады деген сөз емес. Аэро такси жүйесі жалпы кезең-кезеңмен жүзеге асады. Оның инфрақұрылымы бізде әлі жоқ. Сол кезең-кезеңмен жүргізіледі. Енді мамандардың айтуынша, жалпы аэро такси қызметі 2028-29 жылдары дамып іске қосыла бастайды. Енді оның ішінде Алатау Сити жобасы бар, білесіздер. Сол сияқты көлік инфрақұрылымы жаңа деңгейге шыққалы отыр. Сегодняшний день нами совместно с нашими зарубежными партнерами, это Korean Airport Corporation, Urban V, итальянская компания, KPMG Корея, ведутся расчеты. То есть после этих расчетов у нас будут известны какие-то расценки, стоимость и тому подобное. Потому что на сегодняшний день невозможно это сказать, надо считать экономику. А сроки, да, вот. Сроки ввода. Мы планируем, что к концу 2028 года, к началу 2029 года мы запустим уже с пассажирами. До этого будут вестись этапы, получается, тестов в разных условиях и плюс подготовка регуляторики. Бұл аэро таксиді сіздер көре аласыз. Астана қаласында шілде айының 29-ында болашақ ойындар басталады. Соның аясында бұл аэро такси Барыс аренада көрмеге қойылады. Сол жерден көрсеңіздер болады. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, пікір жазып кетіңіз.